Ол бастауыш сынып мұғалімі. Оның жұмысы жай ғана әріптер мен сандарды үйрету емес. Ол баланың алғашқы ұстазы. Мектеп атты үлкен өмірге қадам басқан сәттегі сенімді серігі. Кішкентай қолдарынан ұстап, алғашқы А әріпін үйретуші, көздеріндегі ұмтылыс пен сезімді көруші, сол сәттен-ақ олардың болашағына жол салушы. Әрбір дұрыс жазылған сөз, әрбір шешілген есеп, ол тек білім ғана емес, баланың өзіне деген сенімін арттыру. Оның жұмысы оңай емес. Кейде шаршайды, кейде көңілі босайды. Бірақ балалардың ұстаз деген жылы үнмен алмасуы ол үшін ең үлкен марапат. Ол тек оқытпайды, тәрбиелейді. Ол оларды мейірімділікке, достыққа, адалдылыққа баулиды. Гүлайса Ибрагимовна, бастауыш сынып мұғалімі. Бұл жай ғана жұмыс емес, бұл тағдыр, бұл сенім, бұл болашаққа жол ашатын қасиетті міндет. Бастауыш сынып мұғалімі болу, баланың әрбір қадамын бақылау, әрбір жетістігіне қуану, әрбір қиындығына жанына табылу деген сөз. Кейде ол ұстаз ғана емес, ана да, психолог та, суретші де, ертегіші де болып кетеді. Себебі бастауыш оқушысы балалық әлемдегі ең нәзік періштесі. Күн сайын 20-30 түрлі мінезді, түрлі қасиетті баламен жұмыс істейді. Әр қайсысының жүрегіне жол табу, бірі үндемейтін, бірі тым қиялшыл, бірі тез түсінеді, ал бірі көп қайталауды қажет етеді. Бәрінің жүрегіне бірдей жылу сөз, бірдей мейірім керек. Сабыр, шексіз сабыр, сезім, шынайы махаббат. Әрбір балаға сену және сендіру, олардың қиялын ұштау, арманын ояту, бұл оңай емес, бірақ өте маңызды. Кейде сыртқы көзге бұл мамандық тым қарапайым көрінуі мүмкін. Бастауыш қой, не бар дейсің, дейтіндер де бар. Бірақ осы кішкентай жүректерге алғаш рет қалам ұстатып, сауат ашып, адамдықтың әліппесін үйрететін біз бастауыш мұғалімдер. Біз болашаққа іргетас қалаушылармыз. Біз әрбір тұлғаның бастауындағы шамшырақпыз. Сол себепті де бастауыш мұғалімі болу қасиетті де қастерлі мамандық. Себебі мен білемін, болашақтың тізгінін ұстайтын азаматтар мен азаматшылар осы кішкентай ғана партада отыр. Мен бастауыш сынып мұғалімімін. Бұл менің мамандығым ғана емес, бұл менің өмірлік жолым, жүрек таңдауы.
білімнің молағындай, әшемнен шөлім қанбай, қоспаның сусындатып бізді, жалықпай өзің талмай. Білімнің молағындай, әшемнен